Армысыздар, құрметті телекөрермендер. Эфирде әкім сағаты жобасы және оның жүргізушілері әріптесім Гүлмира Бақтиярова және мен Қуандық Танабас. Бағдарламаның бұл жолғы қонағы Май ауданының әкімі Ағыбай Әмірин. Студиямызға қош келдіңіз. Қайырлы кеш. Добрый вечер всем, кто нас смотрит. Ағыбай Қойшыбайұлы, сәлеметсіз бе? Сәлеметсіз бе? Біз аудан қала әкімдерін әдеттегідей ашық сұхбатқа шақырамыз. Құрметті көрермен, сіздердің де бүгінгі біздің сұхбатымызға қосылып, атсалысуларыңызды сұраймыз. Өз сауалдарыңызды біздің 8712-812-2959 WhatsApp нөміріне жолдауға мүмкіндіктеріңіз бар. Сондай-ақ сіздер үшін әдеттегідей ертіс телеарнасының тікелей эфирдегі 33-90-35 телефоны жұмыс істейді. Шалғай ауылдардан хабарласатын болсаңыздар, міндетті түрде 71-82 қала кодын теруді ұмытпаңыздар. Мы, как всегда, работаем в прямом эфире. Телефон в студии 33 90 35, код города 8 718 2. Для удобства жителей Майского района создан специальный колл-центр. А на сайте РТС ТВ идет оценка работы акима района. Наша коллега расскажет подробнее. Айлана, вам слово. Қайырлы кеш, құрметті телекөрермендер, ертіс телеарнасының колл орталығы дәл қазір өз жұмысын бастайды. Өз сауалдарыңызды 33-90-35 телефон нөмірі арқылы немесе 87-702-812-29-59 WhatsApp нөміріне жазып, сізді мазалап отырған сұрақтарыңызды Май ауданының әкімі Ағыбай Қойшыбайұлына қоя аласыз. Сондай-ақ біздің ертіс телеарнасының ресми Instagram парақшасында желі пайдаланушылар арасында біз дауыс беру жүргізген болатынбыз. Дауыс берудің алғашқы сәттеріндегі нәтижеге тоқталатын болсақ, 76% оқырман әкімнің жұмысын жақсы деп бағаласа, қалған 24% көңіл көншітпейді деп жауап берді. Ал дауыс берудің дәл қазіргі нәтижесімен таныстыра кететін болсам, 92% оқырман әкімнің жұмысын жақсы деп бағаласа, қалған 8% көңіл көншітпейді деп жауап берді. Әзірге бар ақпарат осы, студия сөз кезегі сіздерде. Ағыбай Қойшыбайұлы, енді биылғы әкім сағатында біз әлеуметтік желілерді мейлінше тиімді пайдалануға тырыстық. Біздің оқырмандар арасында жалпы Май ауданының тұрғындарының арасында осындай сауалнама жүргізген болатынбыз. Әзірге нәтижесі осындай, 92-де 8 болып отыр. Жалпы мына цифрларға, осы бір статистикаға көңіліңіз тола ма, әлде келіспейсіз бе? Жоқ, әрине көңілім толады ғой. Бұл 92% дегеніміз, бұл жаңағы Май ауданының тұрғындарының маған артып отырған сенімі деп білемін. Шында да енді бір жылдан аса уақыт жұмыс жасап жатырмын. Ол көрсеткіш енді халық береді әрқашанда әкімдерінің жаңа жұмысыны. Сондықтан да енді кейбір шешілмей жатқан сұрақтар бар, олар болады да. Бұл 8% дегеніміз солардың ішіне кіріп отырған сияқты деп ойлаймын. Бірақ әрі де жұмыс жасауға, осы Май елінің тұрғындарының қызмет жасауға біз дайынбыз. Халықпен жалпы байланысты қалай жүргізесіз? Халықпен байланысты енді жалпы біз әрқашанда мен халықпен байланыстамын. Енді білесіздер, биылғы жылдан бастап, ақпан айында біз соңғы рет, тарихымызда соңғы рет халық алдында есеп беру кездесулерін өткіздік. Бұдан былай енді тұрақты кездесулер, наурыз айында президентіміздің жарлығы бар, соған сәйкес тұрақты кездесулер өткізіп жатырмыз. 90 сайын, 92-ші айында жүргіземіз. Одан басқа да жұма сайын сәрсенбі күндер бізде жеке қабылдау болады. Бірақ та бұл менің жеке қабылдауым қатып қалған кесте емес. Яғни кез келген азамат келіп, міне менің осындай сұрағым бүгін күні әкімге жеткізім керек десе, мен уақытын тауып, түсіп, қабылдап жатамын. Онымен қоса, енді мен өзім ауылда жаяу жүремін. Жұмыс вақытында тек қана қызметтік көлікті сапарға барғаны ғана қолданамын. Ауылдың ішінде көлікпен жүрмеймін. Ода үлкен бір тұрғындармен кездесуге мүмкіншілік туады. Кез келген адам тоқтайды, сіз аудан әкімісіз, бір осындай сұрағымыз бар еді, сіздерге жете алмай жатырмын дедім, уақытым болмай жатыр деген сияқты сұрақтар болады. Әрқашан сол жерде тыңдап, сол мәселені жаңа талқылап, әрмен қарай шешуге біз енді жұмыс жасаймыз. Ол бір көз бояушылық емес қой? Көз бояушылық емес. Кейбір енді басшылар Инстаграмға түсіп, міне жаяу келе жатырмын, халықпен байланыстамын деген сияқты. Жоқ, мен енді бүгін таңда не велосипедпен жүрем, не жаңағы жаяу жүремін. Орынбасарларыңызға басқа да басшылар ондай талап қоясыз ба? Талап қойылған. Бүгін таңда шын айту керек, енді басшыға қарайды ғой бәрі. Сондықтан да ауданда бізде негізгі ылғи жұмыс істейтін нақты экономика секторы да, бұрынғы білесіздер енді ЖКХ бөлімі. Содан кейін ауыл шаруашылық және кәсіпкерлік бөлімдері, олар әрқашанда машинамен жүреді, және ауыл әкімі машинамен, қалғандары бәрі бізде көп азаматтар жаяу жүреді. Мысалы, менің орынбасарым, айтайық, содан кейін білім бөлімінің басшысы, олар да велосипедпен жаяу жүреді.
Орынбасар демекші, жақында өзіңіздің орынбасарыңызды тағайындадыңыз, Инстаграмнан көрдік, әлеуметтік желілерден оқыдық деген сияқты. Басқа да бөлім басшыларын жақында ауыстырдыңыз. Кадрлық ауыс түйіс жиі болатын сияқты ауданыңызда. Ауданда болып жатыр, оның барлығы енді шын айту керек, мен бір қандай да қойып жатқан ерекше талаптарым емес. Ол өмірдің жаңағы ағымен жүріп жатқан. Орынбасарға келетін болсақ, менің орынбасарым Медет Шоқанов деген азамат тамыз айында жаңағы мемлекеттік қызмет академиясына түсіп, соған бір жыл оқуға кетті. Соның орнына уақытша Әділет Сыздықбаев деген азаматты бұрын несі үлкен, тәжірибесі, білімі жоғары, сол азаматты алдық. Енді бүгінгі таңда кадрлық өзгерістер болып жатыр, оның барлығы шеттен келген бір адам жоқ. Бөлім басшылары болсын, жаңағы менің орынбасарларым, аппарат басшысы, барлығы Май ауданының тұрғындары, Май ауданының тумалары. Агыбай Кушубайұлы, давайте продолжим чуть позже разговор. Нам сообщают, что есть телефонный звонок. Давайте послушаем. Қабылдайық, кеш жарық, тікелей эфирдесіз. Слушаем вас. Сәлеметсіз. Құрметті Агыбай Кушубайұлы, мен Баскөл ауылының Масугута Гүлбашын Магауны деген тұрғынымын. Мен сізге мындай сұрағым бар еді. Біздің Баскөл ауылы ауданның тірек ауылдарының бірі болып есептеледі. Өкінішке орай, мектептің спорт залынан басқа спортпен шұғылданатын басқа да жер жоқ бізде. Бізде дене шынықтыру сауықтыру кешенінің құрылысы жоспарланып отыр ма? Осыны айтып берсеңіз. Сұрағыңыз жақсы, рахмет. Шында да біздің аудан бойынша бүгінгі таңда үш жаңағы опорный ауыл дейді, яғни және 7 бізде спутниктік ауылдар бар. Соның ішінде мысалы Баскөл ауылы осы неге кірмеген болатында. Біз биыл жаңағы министрлік, ұлттық экономика министрлігі өзінің бұйрығына өзгерістер енгізді, яғни ауыл ел бесігі бағдарламасына кіретін ауылдарды ауыстыруға мүмкіншілік болды. Бүгін біз Баскөл және Қаратерек 2 ауылды осы неге тізімге кіргіздік. Яғни 2024 жылы Баскөл ауылына ауыл ел бесігі бағдарламасы кіреді. Бұрыннан жаңа осы спортпен шұғылданатын кешеннің негізінде құжаттамалық жаңағы сметалық құжаттамасы әзірленген болатында жобасы. Өкінішке орай уақыт өтіп кетті. Жасалмады, 3 жыл өздеріңіз білесіздер. Келесі жылға біз қайтадан оны түзетіп жатырмыз. Сөйтіп 24 жылы ауыл ел бесігі бағдарламасы аясында осындай кешен саламыз деген өзіміздің жоспарымыз бар. Ол жаңағы мына облыс жаңағы бюджетінен немесе республикалық бюджеттен ауыл ел бесігі бағдарламасы аясында іске асады. Агыбай Кушубайұлы, раз уже зашла речь о Басколь, не могу не спросить, потому что последнюю неделю, да, у нас Басколь был во всех сводках, да, у сельчан горело сено. Помощи пожарных там как бы особо не было. Вы там сами были же, да? Да. Как будет решаться эта проблема вообще с понтонным мостом? Да, к сожалению, не то что последняя неделя, это уже 3-я неделя, значит, сенокосное угодье горит. Значит, первые 2 недели тому назад случай был, когда из-за неисправной техники у нас сено загорелось, где-то порядка, больше 200 гектаров сена сгорело, то есть сенокосных угодий загорело, и, соответственно, есть у нас, значит, ущерб и населению. То есть заготовленное сено тоже сгорело. Последняя неделя мы, значит, это пожар пришел у нас с Ахсудского региона, так как мы приграничим. Ветер был как раз северо-южный к нам оттуда. И я лично был в этом пожаре, сам принимал участие. Да, есть проблема. Так как это островок, туда спецмашины, то есть пожарные машины в первом случае не могли попасть. Специально с Павлодара отправили 2 машины, но так как был, значит, огонь высокий, и они не смогли проехать, и дым очень был глубокий. Второй раз, вот, буквально, это было у нас в понедельник, я сам лично выезжал туда, пока мы не потушили территорию Ахсу, они не смогли проехать. 4 расчета пожарных машин, плюс 2 водовоза, они приехали, есть проблема. Дело в том, что у нас есть паром, это паром, значит, жители сами купили, еще с советских времен, то есть это лебедка вручную крутит. Соответственно, это паром не сможет поднять такую большую технику. Значит, специальная техника, пожарная машина, весит 22 тонны. И это есть проблема. Мы, значит, в прошлом году объявили конкурс в конце года, как раз я пришел, мне сказали, есть такая проблема. Опять же, этот вопрос подняли в ходе встречи.
Мы разработали ПСЗ, на сегодняшний день у нас на руках имеется проектно-сметная документация на строительство понтонного моста. Но в Павлодарской области нету. 2 случая есть у нас в целом по республике, когда строили понтонные мосты. Ширина притока Белой 50 метров, ПСД есть. 15 сентября вы знаете, что была встреча, регулярная встреча акима области Абылхайыр Бақтыбаевич с населением Майского района, и этот вопрос поднимался. Тогда он дал поручение, спросил, есть ли ПСД. Я говорю, ПСД есть, на днях мы должны получить экспертизу. 26-го мы получили государственную экспертизу, и, соответственно, мы подаем бюджетную заявку. Я так думаю, что аким дал конкретное поручение в 3-летнем бюджете, то есть 2023-2025 года, это бюджетную заявку рассмотреть. То есть мы планируем, что на следующий год выделить деньги, и мы этот понтонный мост построим. Жалпы мынау осы бір көпір туралы айтылып жүргеннен біраз жылдың жүзі болды ғой. Мына былтырғы эфирде бағана қарап шықтым, еске алып. Сол кезде де осы баскөлдіктер хабарласқан екен, алдыңғы жылдағы эфирде де осы мәселе көтерілген деген сияқты. Қашан шешіледі бұл понтонды көпірдің мәселесі? Енді бұл шынында да бір 30 жылға тақау көтеріп келе жатыр ол сұрақты. Да, кезінде азаматтар өздері де сатып алған жағдайлары бар, бірақ та ол ескі болғаннан кейін батып кетті. 2013 жылы мен есімде енді нетпесем, танымасам, бір азамат батып кеткен трактормен ауып, ондай жағдайда болған. Енді өкінішке орай бүгінгі жағдай осылай. Енді 2023 жылы, жаңа айтып отырмын ғой, Абылқайыр Бақтыбайұлы 15 қыркүйекте өткен Май ауданы тұрғындарымен кездесуде осы сұрақ көтерілген, ол кісі тапсырма берді. 23-25 3 жылдық бюджетте осы жаңағы жобаны қарап, оны қаржыландыру қаралсын деген тапсырма бар. Яғни осы кейінгі өткен жағдайларға байланысты 23 жылы мен өзім солай ойлап үміттеніп отырмын. Ақша бөлінеді, сөйтіп біз осы көпірді саламыз деген. Қажетті құжаттамалар бар. Бәрі дайын. Айтып өтейін, осы жерде бұл көпірдің кейбіреулер ойлап жатыр, арзан деген сияқты, аз, онда тұрған 215 миллион теңге құны. 215 миллион теңге, оның 187 миллион теңгені бұл құрылыс жұмыстары. Оны жай қоя салмау керек, өйткені екі жағаның арнайы жаңа причал дейді, соны қою керек. Оның барлығы дұрыстап бетонмен, өйткені ертең көктемде мұз көшкен кезде оны шайып кетпегендей болу керек. Және бұл понтондық көпір әрмен қарай ол мезгілінде ғана ұсталынады да, қысқы уақытта күздігіне ол алып жағаға қойылатын жағдайы бар. Өйткені ол тұрақты көпір емес. Ол алым салынбалы. Сезонный, да? Да, сезонный, это так и должно быть. Сондықтан ол жұмыстар бүгінгі таңда ең бастысы біздің қолымызда құжатымыз бар. Енді тек қана осы мәселені қаржыландырса керемет болар еді. Яғни баскөл азаматтарын шынында да мен өз көзіммен көрдім, көзім жетті. Бұл көпір тек қана ауыл шаруашылығы айналысатын азаматтарға, тұрғындардың қысқы мал азығын дайындау емес, ол нақты керек зат екен бүгін көрініп тұр. Қажет болған жағдайда ол көпірмен жаңағы сіз айтқан 20 тонналық көліктер өте алады ғой? Өте береді. Өтеді ол. Да. Оған барлық өтеді. Біз енді кол орталыққа өзіміздің сөз кезегін берейік. Айлана, сіз байланыстасыз. Қандай сұрақтар келіп түскен екен, соны айтсаңыз. Ертіс телеарнасының кол орталығы белсенді жұмыс істеуде. Қазіргі уақытта біздің 8702-812-2959 WhatsApp нөмірімізге көптеп сауалдар келіп жатыр. Енді оның бірнешеуін сіздерге дауыстап оқып жіберсем. Сәлеметсіздер ме? Абай ауылының тұрғыны Кенжебаев болады. Біздің ауылдың тұрғындарын толғандыратын мәселелердің бірі бұл ауылға кіреберіс жолының жөнделуі. Осы жол қашан жөнделеді? Сұрағыма жауап берілсе. Және де екінші сұрақ Көктөбе ауылының тұрғындарынан. Мектеп қыста суық, қашан оған жөндеу жұмыстар жасалады, және де су мәселесі толғандырып отыр екен. Әзірге бар ақпарат осы, студия сөз кезегі сіздерде. Рахмет, Айлана. Осындай екі сұрақ келіп түскен екен. Аудан тұрғындарынан. Екі сұрақ. Абай жол деді, содан мектеп деді, сосын су деді. Су мәселесі. Үш мәселе. Енді ретмен жауап берейін. Абай ауылы бар, Саты ауылдық округында кішірек ауылды Абай деген елді мекен бар. Жаңа кіреберіс жолы 1 километрді құрайды. Бүгін таңда біз осы жолға орта жөндеу, яғни асфальт салу мәселесі бойынша жобалық сметалық құжаттама әзірлеп жатырмыз. Және бұл жерде айтып кету керек, ол жолды біз содан кейін мына аудан санатындағы жолдарға ауыстырамыз да, облыстан жаңағы қаржыландыратын болады. Яғни бұл бізде жоба істе, жұмыста.
Енді 23 деп айта алмаймын, 24 жылы іске асуы әбден мүмкін ол. Өйткені өздеріңіз білесіздер, президенттің де тапсырмасы бар, жаңа ауылға кіретін жолдарды жөндеу. Негізінде біздің Май ауданы бойынша осындай 3 елді мекен бар. Сол 3 елді мекенге де біз осындай жұмыстарды жүргізіп жатырмыз. Келесі мәселе жаңағы Көктөбе орта мектебі. Бұл мектеп жаңағы 2009 жылы салынған. Енді біздің Май аудандағы ең жаңа мектеп деп айтуға болады. Қазақ жаңағы тілінде, мемлекет тілде оқылатын мектеп. Біздің ауданымыздың орталығы негізі 2 мектеп бар. Жаңа Көктөбе орта мектеп және Ерсін Мұқашев атындағы. Мұқашев атындағы мектепте қазақша орысша сыныптарда, мұнда таза қазақ. Бұл 2009-дан бастап енді мен барлығын анализ жасап, талдап жатырмыз. 2009 мектеп салынғаннан бері суық екен. Мектеп салынғаннан суық. Біз қазір тиісті жаңағы жұмыстар жүргізіп жатырмыз. Жаңа жазды күні біз жаңа 2 қазандық сатып алдық. Өйткені орталықтандырылған қазандықтан жылу алады. Оны біз ауыстырдық. Біреу бізде резервте тұрған, соны қойдық, 3 қазандық ауыстырдық. Жаңа сөйтіп оның жылу беру көлемін арттырдық. Екінші мәселе, бұл жаңағы жылу жүйесінде де өзінің бір ерекшелігі бар екен. Жылу мына кәдімгі радиатордан жүреді. Екінші сосын мына жоғарыдан ыстық ауа арқылы жүреді екен. Калориферлермен. Енді біз калориферлерді арнайы кәсіпорындар шақырып зерттейтін болсақ, бұл калорифер негізінде де елді мекендерге, ауылдарға қоюға келмейді. Неге десеңіздер, оған кіретін жылу 90 градус болу керек. Сіздер кірет 90 градус ешқашанда ауылда бере алмайсыздар. Өйткені 100 градусқа жеткен кезде сіздердің қазандықтарыңыз жарылады дейді. Яғни ол мүмкін емес, 90 градус бір. Сөйтіп тұрған кезде, мысалы мен өзім биыл қыстыгүні бардым, сосын мектептің басшылығына мен ескерту жасадым. Сіздер қарамайсыздар ма? Астынан жаңа радиатор арқылы жылу беріп жатсыңыздар, үстіне суық жел үріп тұр. Қандай жылуды біз көреміз ол жерден. Сондықтан бүгінгі таңда біз оның барлығын өшірдік. Жаңағы нелерін бәрін жауып жатырмыз. Сондай ауа түсетін жаңа арнайы жүйені. Одан кейін тағы бір мәселе, біз арнайы жаңа оған экспертиза жасадық та, әйнектерден, есіктерден жылу кетіп қалып жатыр. Соның барлығын қазір бітіп жатырмыз. Және бір жүйесін тазалап, әрбір жаңа радиаторды алып тазалап, енді кір басып кеткен екен, немен тепловизор дейді, сондай қондырғымен қараған кезде батареялардың жоғары қызылда, асты көкімге. Яғни ол не деген сөз? Жылу келмейді деген сөз. Сөйтіп біз қазір жұмыстар жүргізіп жатырмыз. Кейін биыл енді көреміз қалай болады екен нәтижесі. Негізінде біз 2023 жылға осы қазандықты әрмен қарай күшін, қуатын көбейту бойынша жаңағы біз реконструкция дейді, сол бойынша біз құжаттама әзірлейтін жоспарымыз бар. Қыс енді көрсетеді қалай болатын. Содан кейін жаңағы тағы бір айтып кететін, радиаторға қойған кезде байпасы дейді, жаңағы ішкі су айналымы деген бар. Сондай труба қойған. Ол яғни айналған кезде барлық ыстық су мына батареяға, радиаторға жетпейді. Байпастан кетіп қалады. Байпастан айналып кетіп қалады. Соның барлығын бүгінгі таңда біз смета жасадық. Оған не қою керек дейді, жаңағы арнайы экран. 23 миллион теңге. Мен ол өте қаражат. Сөйтіп біз 1,5 миллион теңге қаражат бөлінді. Білім басқармасынан сөйтіп жаңа байпастарды біз қысып тастадық бүгінгі таңда. Кран езіп басып тастадық. Яғни биыл енді үмітіміз бар. Мектептің енді былтырға қарағанда жаңағы температуралық режимі көтеріледі деген. Жаңа айтып отырмын, негізгі себептерінің бірі жаңа жылу кетіп қалып жатыр. Әйнектерден, есіктерден кетіп қалып жатыр. Мысалы мен қыстыгүні өзім бардым, кейбір есіктер бүйтіп қолын сұқсаң, қолын кіріп кетеді. Пластикалық есіктер ғой. Оның арасындағы жаңағы арнайы резинкелері жаңа кеуіп қалғанда, нені жапқан кезде ол прямо қатты жабылмайды, арасы ашылып қалады. Ондай мәселе де бар. Біз жалпы барлық жүйелі түрде келіп, сол жұмыстар жүргізіп жатырмыз. Енді ойымызша биыл бір қандай да эффект болады деп отырмыз. Дұрыс, жақсы. Балалар ауырмаса болды ғой ең бастысы. Әрине, ең бастысы мен осы мектепке де барып, кездесулерде ата-аналардан, оқушылардан, жаңағы мұғалімдер қауымынан кешірім сұрап жүрміз. Енді осындай ыңғайсыз жағдай шынында да болды. Мен өзім бірнеше қабат қыс бойы барып шықтым ол мектепке. Кейбір жаңағы нелер кабинеттер жылы, кейбір кабинеттер суық. Жаңағы үстінен су құрып тұрған кабинеттер ол суық. Әйнектері бітелмеген, олар
салқындау болды. Ну, этот вопрос поднимался же во время отчетной встречи. Да, во тоже. время отчетной Да. встречи поднимался вопрос, Аким дал конкретное Да, поручение, разобраться, да. разобраться, пригласить соответствующих, значит, экспертов. Мы пригласили, они это все проверили, прошли с тепловизором, то есть то, что я уже сказал, то есть очень много потерь идут у нас. Получается, Поэтому это сейчас мы ошибка системно застройщика, подошли, да, системно подошли. Сейчас меняем мы уплотнители, двери все закрываем, то есть оставляем только центральный вход, чтобы все-таки сохранить это тепло. Плюс Нам ко всему сообщают, этому- что у нас есть телефонный звонок, давайте примем его. Қабылдайық. Саламатсыз ба? Мы вас Сәлеметсіз ба? слушаем. Тыңдап тұрмыз, сұрағыңызды қойыңыз. Сәлеметсіз ба? Саламатсыздар, мен Май ауданының тұрғыны. Сұрақ қояйын деп едім. Өткен жылы Кентүбек ауылының көшелері жөнделді, асфальт төселді. Алайда Сатпаев көшесіне асфальт соңына дейін төселген жоқ. Сол жұмыс жалғаса ма, соны сұрайын деп едім. Жақсы. Сұрағыңызға рахмет, орынды сұрақ. Шынында да мына ауыл ел бесігі бағдарламасы бар, керемет бағдарлама. 2021 жылы бұл бағдарлама Кентүбек ауылына кірген. Соның арқасында 23 Қаңыраевты 23 жыл бос тұрған мектеп іске қосылды. Содан кейін балалар жасөспірімдер спорт мектебі жаңағы күрделі жөндеуден өтті. Жаңағы көшелер жөнделді. Соның ішінде шынында да Сатпаев көшесі қалып қойған. 2023 жылға біз сол көшеге жөндеу жұмысын жүргізу үшін аудандық бюджеттен қаржы бөлінеді. Ол біздің жоспарымызда, мына 3 жылдық жоспар, оның ішінде 2023 жылда ол кіріп тұр. Бізде енді жол бойынша да келіп түскен бейне сұрақ бар аудан тұрғындарынан. Экранға назар аударсақ. Құрметті Ағыбай Қойшыбайұлы, мен Сағай Жәнібек, осы ауылдың тұрғынымын. Мұна жолым туралы мәселе туралы айтайын дегем. 2019 жылы жол жөнделген, су құбыры тартылған. Су құбыры тартылғаннан кейін оның düzемей үстіне асфальт салып тастаған. Сол асфальттан кейін мына жолдың түрі осылай қазір. Бұл қай уақытта қашан жөнделеді екен, ауылдың маған ғана емес, бүкіл ауылдың тұрғындарына күрделі мәселенің бірі болып тұр. Осыны шешулеріңізді сұраймыз. Бұл жуықта жөнделген жол болып табыламыз ба? Шында да енді ол жаңағы Сағай Жәнібектің айтып отырған үшін 2019 жылы білесіздер бізде ауданда үлкен жұмыс, мына орталықтандырылған су құбырына қосу жұмысы өткен болатын. 2019-да Көктөбе ауылына жаңағы су құбырлары салынды. Жоба бойынша сол жобада көрсетілгенде, яғни мына сол жақ, оң жақта біріншіден телефон байланысы бар, екіншіден мына электр жарығы жүйелері өткендіктен жоба бойынша осы құбырлар жолдың ортасына салынған. Содан біздің өзінің жердің ерекшелігі бар, сазды жер, Көктөбенің басы. Содан 19-да салып, 20-шы жылы ауыл ел бесігі бағдарламасы аясында 8 көшеге асфальт салады. Яғни бұл өздеріңіз білесіздер, мына жер қазу жұмыстарын жүргізгеннен кейін, ол келесі жылдан кейін ол отырады. Сол отырғанның әсерінен міне көресіздер, шында да өзі ыңғайсыз. Кейбір жерлер 1 метрге дейін түсіп кетті көктемде. Біз олардың барлығына шебен, қиыр-ташпен жауып қойдық. Яғни жаңағы жол апатынан да шында да жүруге ыңғайсыз. Сондықтан да біз осы мердігер, Дорстрой деген мердігерге біз сотқа берген болатымыз. Бірінші кезекте біз ұттық 146 миллион теңге ол кісілер қайтарып беру керек болды. Жаңа ол мердігер. Содан кейін ол кісілер апелляцияға берді. Бүгінгі таңда апелляция қаралып жатыр. Арнайы сот экспертизасы да келді. Енді бүгінгі таңда біз олармен келісім жасап жатырмыз. Сіздер осы жаңағы жолдарды қалпына келтіріп беріңіздер деп. Бүгінгі таңда жұмыс басталды. Осы аптада қиыршық тастар әкелінді. Яғни мен ол кісілерге айтып, маған ақшаны қайтарып берудің қажеті жоқ. Бірақ та сіздер тұрғындарға жаңағы мына қауіпсіздігін сақтау үшін, ыңғайлы болу үшін осы жолды жөндеп беріңіздер. Ойлап отырмыз, осы күн жылы болып тұрған кезде осы мәселе шешіледі деп. Мердігерлермен жұмыс жасап жатырмыз. Яғни соттың шешіміне жеткізбей, біз айттық, сіздер өздеріңіз жауап беріңіздер мына жолды. Біз сосын сотқа келгенімізді айтамыз. Біздің оған деген ешқандай неміз жоқ. Ол өз жұмыстарын жаңа жасап берді. Ең бастысы жаңа жол қауіпсіздігін сақтасақ болды. Жолды орнына келтірсек. Жалпы аудан көлемінде жөнделіп жатқан басқа да жолдардың сапасын қалай қадағалайсыздар? Ертеңгі көрініс дәл осыған ұқсап кетпейтіндей. Негізінде бұл мына арнайы мекеме бар ғой. Солар келіп,
жаңағы тексеріп жатады. Енді бұл жағдай енді не мынаны не мына мердігерді кінәлауға деп айта алмаймын. Өйткені жер сондай болғаннан кейін әрқашанда мына жер жұмыстары жүргізілгеннен ол отырады. Яғни 19 жылы жасалды, 20 жылы асфальт салып тастадық. Мүмкін кішкене тездетіп жібердік бұл жұмысты. Сондардан бір қандайды не болады. Бір жыл күту керек еді ме? Мысалы жаңа Алвес деген мердігер су құбырын салын. Ол кісілер айтады, сіздер салмау керек еді асфальтты, бір жыл күту керек еді. Кез келген жерде жол түседі дейді. Сондықтан да осындай бір әркімнің өзінің шындығы бар. Айтады ғой, у каждого своя правда. Әркімнің өзінің шындығы бар. Енді сотқа біз нақты мына енді Дорстройдан не де болса ақшаны тартып алу жоқ. Біздің негізгі мақсатымыз жолды дұрыстап берсе болды. Вот буквально вчера совещание Акима области было по зимнему содержанию дорог. И там прозвучали такие цифры, что вот очень низкое в Майском районе. Да, прозвучало, значит, по стандартам, как Канат Шаймарданов сказал, что на содержание 1 километра дороги где-то 1 000 000 тенге нужно. Но, к сожалению, такие деньги мы не можем. У нас бюджет не позволяет. Но действительно, то, что было сказано, 240 километров, и мы выделили 18 миллионов тенге, это мало. Но при этом нужно учесть один момент. То есть у нас в основном, сейчас мы переходим, основная трасса у нас получается, это Жаңа Ақшаман, вернее, Қызыл Октябрь, Жаңа Ақшаман, где у нас уже в течение 3 лет идет работа. В этом году дополнительно 35 километров, 37 километров у нас завершится, остается только 8 километров. То есть, соответственно, мы не могли заложить на 45 километров денег, где будут весной начаты работы. То есть это сейчас мы проведем ремонт, а потом после этого приходит подрядчик и снимает это все. А зачем такие деньги тратить? Соответственно, на следующий год мы будем увеличивать эту сумму с 18, в 2 раза мы хотим увеличить эту сумму. Это есть проблема. Но мы при формировании бюджета именно взяли тот факт, что будут идти летом ремонтные работы. Ағыбай Қойшыбайұлы, қазір мінекей барлық аудандар, аудан басшылары, облыстық әкімдікте келер жылдың жаңағы бюджетін, жобаларын қорғау үстінде ғой. Сіздер қандай жобаларды ұсынып жатырсыздар? Бюджетте басымдықтар неге берілген? Соған бір тоқталып өтсеңіз. Енді бүгін негізінде осындай жаңағы бюджетті қорғау болу керек еді, бірақ та неге жоғарыдан өтетін мәжілістерге байланысты кей ертеңге ауыстырды. Негізгі біздің бюджетіміз, аудан бюджеті, жылдан жылға өзіміздің кірістеріміз, меншікті ішкі кірістеріміз жоғарылап келеді. Мысалы, 21 жылы 858 миллион теңге болатын болса, биылғы жылы 1 миллиард 100 миллион болды. Келесі жылға біз 1 миллиард 218 миллионға дейін көтереміз деп отыр. Бұл жақсы, яғни біздің өсім бар. Бірақ та облыстан міндетті түрде бізге жаңағы көмек керек, қаржылай көмек. Негізгі басымдық біз жаңа айтып отырғанбыз, облыс әкімін сұрап отырамыз жаңа облыс бюджетінен. Бұл понтондық көпір бірінші ретте. Екінші ретте жаңағы мына 15-ші қыркүйекте тұрғындардың көтерген сұрақтары. Жалпы бізде 78 сұрақ түсті. Ол 63 сұрақ жаңағы басқарма басшыларының жаңағы қабылдауларынан және 15 сұрақ облыс әкімінің кездесуінен түсті. Соның ішінде бүгін таңда 9 сұрақ қаржыландыруды талап етеді. Солар бойынша оның ішінде жаңа понтондық көпір, екіншіден жаңа айтылды мына Көктөбе ауылының жазғы суы, суармалы жаңа құбыры бір 50 жылдан асып кетті. Біз бүгін таңда оған да құжаттама жасап жатырмыз. Бірақ та бюджеттен бөлу ол мүмкіндік бар, бірақ уақыт созылып кетеді. Сондықтан да ауылдың азаматтары осы жұмысты өз қаражаттарына жаңағы жасауға ниет білдіріп, сол жұмыс басталып кетті. Сол бар, содан кейін жаңағы электр жарығы бар бізде. Енді ауданымызда өкінішке орай бізде электр жарығы сол кеңестер дәуірінен қалған ДРЛК лампасы бір, екіншіден бізде жаңағы нені ертеректегі сияқты кісілер жүріп, светті кешке таман қосып, таңертең өшіріп тастайды қолмен. Ана айтады ғой, фотореле дейді, ондай жоқ. Енді сол ертеректегі немен қалған солымыз бар. Содан кейін тағы да көтерілген мәселелердің бірі бұл тұрғын үй мәселесі.
негізінде бізде 90 үй салуға жоба бар. Соны қолдаса, негізгі басымдықтар осы. Жақсы, бізге хабарласқан көрермен бар екен. Сауалына кезек берейік. Кеш жарық тікелей эфирде, сауалыңызды қойыңыз. Сіздер құрметті Абылай Қойшыбайұлы, мен Сат ауылының тұрғынымын. Сізге қояр сұрағым, биыл біздің ауыл ел дәстүрлі бағдарламасы аясында футбол алаңы салынған болатын, бірақ сол футбол алаңы жарықпен қамтамасыз етілмеген, және футбол алаңының сапасы сын көтермейді. 3 ай бойы құрылған футбол алаңы енді үштеген бағаға да лайық болмай тұр. Футбол алаңының жарығы істелме, және жаңа сапасы қайтадан жерлеме. Себебі оны өзіңіз келіп қарасаңызда көресіз. Сол туралы сұрайын деп едім. Рахмет. Көңілдер толмай тұр ғой. Рахмет. Енді биыл Саты ауылында жаңа ауыл ел бесігі бағдарламасы енген болатын. Ол бойынша жолдар салынды, жаңағы жарық жөнделді, сосын мәдениет үйі жөнделді. Және мына мектептерді жаңғырту бағдарламасы аясында мектепке күрделі жөндеу жұмыс жүргізді. Сол сәтте, сол аясында және жаңағы шағын футбол алаңы салынған. Әрине, ол мәселені мен жаңа талқылап, жарықпен қамтамасыз ететін боламыз біз. Жылдың аяғына дейін жарық қоямыз. Жаңағы несі бойынша, сапасы бойынша біз арнайы жаңағы мамандарды шақырып, тексеріп, егер де сондай жағдай болып жатса, біз жаңа мердігердің 3 жылдық жаңа кепілі бар, соның аясында іске асыратын боламыз. Нам сообщают, что в колл-центр поступают сообщения. Давайте дадим слово. Айлана, слушаем вас. Кол орталық байланыста қазіргі уақытқа дейін біздің 33-90-35 тікелей эфир телефонына 20-ға жуық қоңырау саны келіп түсті, және біздің 8702-812-2959 WhatsApp нөмірімізге 20-дан аса сұрақ келіп түскен болатын. Ал осы сұрақтардың бір-екеуін сіздерге дауыстап оқып берсем. Құрметті әкім, биыл біздің Көктөбе ауылымызға қоқыс таситын машина, көшелерде контейнерлер орнатылды. Сізге көп рахмет. Бірақ өзіңізге мәлім, бізге бұл жеткіліксіз. Сұрағым осы, қосымша контейнерлер орнатыла ма және қашан? Және екінші сұрақ, Ақшиман ауылында мобильдік интернет мәселесі шешімін табады ма? Әзірге бар ақпарат осы, студия сөз кезегі сіздерде. Спасибо, Айлана. Рахмет. Контейнерлер бойынша, биыл мына облыс басшылығына үлкен рахмет. Тұрғындарды өзінің рахметтің алғыстарын білдіріп жатыр. Біз биыл 2 арнайы жаңа техника сатып алдық, облыс бюджетін берген қаражатқа. Бірінші бұл ассенизаторлық көлік. Өйткені біздің тозығы жеткен кішкентай болған. Бүгінгі таңда 10 кубтық жақсы жаңа көлік алдық. Екінші бұл жаңағы қоқыстар таситын машина. Екеуі де алынды, мына 42 айында келді, жұмысын бастады. 90 контейнер алған. Бұл шында да өте аз. Өйткені біздің ауданымыздың орталығында Көктөбеде 1000-нан аса үй бар. Яғни біздің негізгі жоспарымыз 2 үйге 1 сондай контейнер қою. Ол ыңғайлы болады. Сондықтан да келесі жылға біз 200 контейнер мына Көктөбенің өз басына алмақшымыз. Және арамызда 1,5 шақырым Кентүбек ауылы бар. Оған қосымша 100 контейнер қоямыз деген жоспарымыз бар. 2023 бюджеттің жаңағы бүгінгі таңда жобасын құрып қойдық. Сонда ол уже салынған ақшасы. Бізге хабарласқан. Екінші сұрақ мына Ақшиман ауылындағы интернет. Бұл мәселе бар. Жаңағы біз картел компаниясымен жұмыс жүргізіп жатырмыз. Олардың қойған талаптары, яғни ол интернетті қою үшін ол таудың үстіне қояды. Қондырғаны орын бәрін белгіледі. Олардың қойған талаптар, біз оларға электр жарығын тартуымыз керек. КТП дейді, оны трансформатор сатып алдық. Бүгінгі таңда жеткізілдік. Енді жаңағы сол трансформаторды қою бойынша жұмыс жүргізіп жатыр. Оған да жоба керек екен. Жылдамдатып қазір жобаны жасап, енді жылдың соңына дейін интернет болады деген үмітіміз бар. Үміт емес, ол біздің жоспарымыз. Жаңағы тұрғындардың бірінші күннен қойып отырған сұрақтардың бірі, сондықтан жылдың соңына дейін бұл мәселені шешеміз деген жаңа жоспар. Ол міндет. Жоспарда емес. Жылдың басында жоспарладық, енді ол жоспар міндетке ауысса, енді оны біз жасауымыз керек міндетті түрде. Жақсы, рахмет. Нам сообщают, что есть телефонный звонок. Давайте послушаем. Здравствуйте, мы вас слушаем. Здравствуйте, уважаемый Аким. Вот в прошлый раз на встрече с вами поднимали вопрос по бродячим собакам. Конечно, заметно, что сейчас их стало меньше, но все же они есть. Скажите, пожалуйста, как решается этот вопрос? Вот что будет дальше?
К сожалению, бродячие собаки – это бич каждого населенного пункта. Ну, это собаки не чужие, не с города Аксу пришли они наши местные. К сожалению, разводим, но должного ухода нету за этими животными. Да, они есть. Хочу отметить, что на сегодняшний день факта укуса нету, но мы не должны допускать. Вы знаете, с 1 марта поменялся закон, то есть сейчас отстрел собак запрещается. Запрещен, да. Но тем не менее, с ними нужно бороться, надо максимально уменьшать количество таких собак. У нас, я не скажу ежедневно, но раз в месяц такую работу мы проводим, совместно отрабатываем, чтобы не нарушать закон. Совместно мы отрабатываем как ветеринарная станция, они этим занимаются, и, соответственно, полицейским. Если такие вопросы есть, заявления, пишут они в полицию, полиция, соответственно, направляет соответствующие представления, и они уже производят отстрел собак. Буквально вчера и сегодня произвели в Куктубе отстрел собак. Да, я сам вижу, хожу пешком, их достаточно, к сожалению. Есть даже собаки, в основном утром дети идут в школу, и собаки идут с ними вместе. Вот был случай, в прошлом году иду, смотрю, девочка идет, и рядом, знаете, она остановилась, и где-то 5 собак. Боится она. Да, нет, окружили. Я прибегаю, оказывается, это ее собаки 2, потом соседские собаки. Она идет, и эта девочка, а эта собака всегда меня, говорит, провожает, и когда иду, говорит, со школы, говорит, встречает. Но тем не менее, я сфотографировал, направил это, значит, фотографию отделу полиции, они привлекли их к административной ответственности. То есть мы, если есть хозяева, привлекаем к административной ответственности. Если нет, если нету ошейника, то мы производим отстрел собак. То есть нету ошейника, будем считать, что это бродячий. У нас есть еще один телефонный звонок, давайте примем его. Здравствуйте, мы вас слушаем. Алло, ассаламу алейкум. Уалейкум ассалам. Аға, мен Май ауданы Малайсары ауылының тұрғыны болам. Өткен жылдары бізге Май ауданына Малайсары ауылында байланыс орнатылып еді, станциясы. Енді жаңағы жандағы, Малайсары ауылының жанындағы отделение дейміз ғой енді, Ақсарай және Жаңасарай ауылдарында. Осы связь өте нашар болғандықтан, қазір сәл ғана жақсарды. Қашан осы мәселе дұрысталады? Сұрағыңызға рахмет. Ақсарай, Жаңасарай, біз олай болатын болса, арнайы жаңағы мына біздің цифрлық технология басқармасына шығып, азаматтарды шақырып, ол байланыстың біз жаңа сапасын тексеріп, бізде ондай құрылғы жоқ, өкінішке орай. Сол азаматтарды жаңа тиісті мамандарды шақырып, содан кейін егер шынында да көрсететін болса, ол байланыстың сапасын, интернеттің сапасын төмендігін, онда біз ол жаңағы осы картел негізінде Билайн, сол картел орналасқан, соларға хатпен шығып, өздеріңіз білесіздер, бүгінгі таңда жаңа министрдің қойған талабы, президенттің қойған талабы үлкен, ол бойынша егер де тиісті болмаса, олар айыппұл салып және бір аз уақыттың ішінде қалпына келтіру керек. Оны мен жазып алам, міндетті түрде ертең жұмысқа барғаннан кейін жаңа цифрлық технология басқармасымен жаңа байланысқа шығып, осы мәселені шешуге жұмыс жасайтын боламыз. У вас в районе работает, наверное, по-моему, не так давно, да, угольный разрез. Кайнама, да, по-моему, называется? Да. Вот насколько у него развита социальная ответственность бизнеса? Есть же такое понятие? Сколько людей там трудоустроено именно местных? На сегодняшний день работает разрез Кайнама. В этом году они уже начали, то есть добывать уголь. Есть у них, значит, куда можно реализовать это. Да. Там работает порядка 20 человек нашего района. То есть там нужны специалисты на специально большие техники. Есть проблема, имеется в виду, что не все умеют ездить на таких специальных техниках. И это один момент. Второе, что касается социальной ответственности, да, они оказывают содействие. Допустим, в прошлом году мы написали письмо, они помогли нам, выделили 200 тонн угля для малообеспеченных семей. В этом году у нас по району насчитывается 80 семей, остро нуждающихся, которым нужно оказать содействие. На сегодняшний день более 50% они уже обеспечены дровами, по 2 куба каждому
каждой семье, каждому дому. И у нас есть, значит, договоренность, что они в этом году нам выделят уже 300 тонн угля, и мы в среднем где-то 3-4 тонны будем каждому предоставлять. Также, ну, самовывозом. На территории у нас района есть ТО Павлодар жолдары. Вот буквально перед встречей я встречался, в прямом эфире встречался с руководителем. Он готов оказать содействие, то есть бесплатно, значит, довести до села Коктебель. Но пока не раздавали еще. Сегодня уже, вот, перед работать. встречей я уже с ним договорился, он поддержал. То есть социальная ответственность. Более того, кроме этого, также они оказывают помощь на День пожилого человека и принимают активное участие в акции «Дорога в школу». Аудан тұрғындары үшін сол көмірдің бағасы қолжетімді ме? Қолжетімді, бүгінгі таңда көмірдің сапасы жақсы деп отыр. Ол кісілер алған азаматтар да бар, қолданып жатқан азаматтар. Сондықтан да әрмен қарай оны жаңа дамыту үшін жұмыс жасайтын боламыз. Бүгінгі таңда ол кісілердің осы жаңағы серіктестіктің жоспары үлкен. Болашақта олар арнайы бүгінгі күні мына неден қайнама разрезінен темір жолға дейін Көктөбеде бізде не бар, тупик дейміз, жаңағы сол жерге дейін жаңа көмірді олар автокөлікпен тасып жатыр. Бірақ та олардың жобалары бар, 1-2 жылдың ішінде сол темір жолды өздеріне кіргізу бойынша. Ол бойынша жұмыс жүргізіп жатыр. Біз өз тарапымыздан жергілікті атқарушы органдар, яғни қандай да бір жобаларға кіргізуге, оны республикалық бюджеттен егер қажет болған жағдайда жаңа қаржыландыруға біз атсалысып көмектесеміз. Қазір барлық аудандарда жалпы бос жатқан жерлерді түгендеу жұмыстары жүргізілуде. Ірі компаниялар болсын, кәсіпорындар игермеген жерлерді мемлекетке қайтарып беруде. Бұл жұмыстар сіздердің аудандарыңызда қалай жүргізілуде? Енді ол жұмыстар жүргізіліп жатыр. Бүгін таңда біз 50 мыңнан аса жерді қайтардық. Әрине заңда өзінің талаптары бар заңның. Яғни, егер қолданбаса ол жерді бірінші жылы біз оны 21 қаңтардан бастап жаңағы өзгерді заң. Бұрында 10 есе болатын салық, бүгіннен бастап 20 есе біз салық саламыз. 20 есе. Содан кейін келесі жылы, екінші жыл тағы да жұмыс жасамайтын болса, бізде мына жер инспекциясы бар. Соған құжаттарды жіберіп, сот арқылы жаңағы, бірақ та ол құзырет, сотқа беру құзыреті бізде жаңағы жер инспекциясы облыстық. Осы бойынша біз ол кісілермен тығыз, жаңа басқарумен тығыз жұмыс жүргізіп жатырмыз. 50 мың гектар жер қайтарылды биыл. Әрмен қарай ол жұмыс өзінің жаңағы жалғасын табатын болады. Тағы да бір айтып кететін, конкурсқа қатысады. Конкурсқа қатысқан кезде олардың негізгі жаңағы ұтып алатындары басымдылығы. Бұл инвестиция, екінші жаңағы жұмыс орындары. Өкінішке орай бізде көптеген жаңағы жер иелері не инвестиция жоқ, не жұмыс орындарын ашпады. Кейбіреулер мүлдем жұмыс істемейді. Аяқтарын баспағанда осындай өкінішке орай азаматтар бар. Олармен біз тікелей жаңағы осындай заң жүзінде жұмыс жүргізіп жатырмыз. Аудандарыңызда жер пайдаланушылар мен тұрғындар арасында қазылған орлар бойынша бір даулы жағдайлар туындап жатыр екен. Иә, даулы жағдай болды. Биылғы жылы көктемде Баскөл ауылында жаңағы маған осындай телефонды қоңырау түсті. Азамат звондады, Баскөл ауылының міне осындай жерде орғазып жерді. Жаңағы бұл енді кейбіреулері мысалы енді облыста басқа жерлерде бар, мына егістік алаңдарын қоршайды. Оның ішінде мысалы суармалы жерлерді. Бірақ та мына нені жайылымды қоршағанды мен көрген жоқпын. Сөйтіп ол кісілер звондады, жайылымды қоршап жатыр деп. Мен бардым сол жерге, қазып жатқан азаматтарға айттым, біз анық-қанығына жеткенше сіздер қазбайсыздар, мен сіздерге тыйым саламын. Сөйтіп тоқтаттық. Содан кейін біз тиісті жаңағы сұранысты неге жібердік, жер қатынастар басқармасына. Және жаңа осы азаматтар да сондай шағым түсірді. Аудан әкімі бізге осындай не жасап жатыр, жаңағы қаншалықты дұрыс деп. Содан кейін хат келді оларға, яғни қазуға болады деген. Олар қайтадан бастады. Дау қайттан шықты, өздеріңіз білесіздер. Сіздердің әріптестеріңіз келді, журналистер. Мен айттым, негізгі мен өзім тікелей нем қазуға болмайды. Сосын біз жаңағы министрлікке жаздық, комитетке, жер басқару комитетіне хат жаздық. Олардан бүгін нақты жауап келді, ешқандай жер қазылмайды деген.
Олар оны не үшін қазбақшы болған ол жерде? Ол не үшін қазып жатыр? Жаңағы олардың айтуынша ең бастысы олар біз дейді мына жердің құнарлығын арттырайық дегеніміз дейді. Яғни өздеріңіз білесіздер, Кеңестер одағынан бастап кейін ешкім ол жерге жаңағы көп жылдық шөп еккен емес. Оны орысша айтқанда коренное улучшение дейді. Оны ешкім жұмыс жасаған жоқ. Яғни кезінде көп жылдық шөптер болды, көбінесе житняк қой бізде. Оның барлығы бүгін таңда бітті, мал жеді, малдан қалды. Бізде білесіздер ақбөкен бар. Ақбөкен жүргенде кемінде 500 бас жүреді. Олар жай жүрмейді, олар жүгіріп өтеді. Енді өздеріңіз сол 500 басты 4-ке көбейтілсе 2000 тұяқ. 2000 тұяқтан не қалады? Сондықтан олардың негізгі себебі айтады, біз қоршап, мал кірмесін, ақбөкен кірмесін, сол жерге біз мысалы көп жылдық шөбегейік деген дейді. Сондай өздерінің восстановить почву деген, да? То есть они хотят восстановить не почву, а именно плодородный слой, да? Да, плодородный слой, и, соответственно, хотят они посеять многолетние травы. Вы знаете, с советских времен никто этим коренным улучшением не занимается. То, что есть, то и косим. Ну, сондай өздерінің себептері болған, у них основная причина, то есть мы хотим восстановить землю. Но не таким образом. Есть очень много, значит, методов. Есть у нас, допустим, электронный пастух называется. Но, к сожалению, электронный пастух сайга не чувствует. Потому что они идут очень быстро, они просто так не ходят, всегда на бегу, и они ходят стаями. То есть, и они пробегают и не чувствуют это. А просто скот они чувствуют. Потому что если небольшой ток, он бьет. И есть еще просто можно поставить ограждение. Все понятно. Кондук предлагаю дать слово колл-центру. Айлана, вам слово. Ертіс телеарнасының колл орталығы белсенді жұмыс істеуде. Құрметті телекөрермендер, естеріңізге сала кетейік. Біздің әлеуметтік желідегі парақшаларымыз арқылы да біз сіздердің сұрақтарыңызды қабылдай аламыз. Ал бүгінгі келіп түскен сұрақтардың тағы екеуін сіздерге дауыстап оқып жіберсем. Сәлеметсіздер ме? Көктөбе ауылында Әйтеке би көшесінде жарық жоқ. Орталық көшеде. Көшенің басында және аяғында ғана бар, ортасында мүлдем жоқ, қараңғы. Осы мәселені шешсеңіздер. Және екінші сұрақ, сәлеметсіздер ме? Менің жасым 10-да. Әкім ағаға айтарым, келетін жаңа жылда центр көшелерін гирляндамен әшекейлесе деймін. Әзірге бар ақпаратысы. Студия сөз кезегі сіздерде. Балаларды белсенді қарап отырған біздің бүгін сұхбат. Әйтеке би, мен өзім сол көшемен жүремін. Шында да бүгін таңда көшенің ортасында жарық жоқ. Ол бойынша ауыл әкіміне тапсырма берілді. Бүгін таңда ол жаңағы ауыл әкімі мемлекеттік сатып алу жүргізіп жатыр. Сөйтіп біз оны жаңағы лампыларын ауыстыратын боламыз. Енді мына жаңағы 10 жастағы біздің жерлесіміздің, бауырымыздың айтып отырған сұрағы, енді шама жеткенше әшекейлендіреміз, бірақ өздеріңіз білесіздер, ондай әшекейлер өте қымбат тұрады. Сондықтан негізінде көп нәрсені мен өзім адамдарға, тұрғындардың жағдайын жасау үшін сол салаға бөлсе, негізі дұрыс болады. Бірақ та енді әдемілікті керек. Азаматтардың жаңа жылдық алдындағы, оның алдында 16 желтоқсан бар өзіміздің тәуелсіздік күні. Соған қарсаңында әрине қаражатқа қарап осы жұмыстарды жүргіземіз. Өте дұрыс. У нас есть телефонный звонок, давайте примем. Қабылдайық. Сәлеметсіз бе? Слушаем вас. Алло, сәлеметсіз бе? Баскөлдегі көпір туралы, оның енді экономикалық тиімділігі қандай болады? Ауданның ба, кімнің балансында болады деген сондай сұрақ бар. Бұл енді мемлекеттік жекеменшік серіктестік арқылы ғой жүзеге, егер ол жасалатын болса. Бірақ та оның енді көп жұмыстар бар. Ол үшін көп рұқсат алу керек. Ертіс Зайсан су бассейн инспекциясы болу керек. Аудандық әкімдік, тағы өзенді пайдалану, жер телімі сияқты, оның жаңағы көпірді салуға дейін көп сондай бір қиындықтары бар. Осы мәселелер мына аудан тұрғындарына нақты түсіндіріле ме? Экономикалық тиімділігі қалай? Ол жүзеге асырыла ма? Неге 30 жыл бойы ол осылай келе жатыр? Енді оны кім жүзеге асырады қазір? Рахмет сұрағыңызға. Экономикалық тиімділігі ең бірінші бұл жерде жаңақты халықтың жағдайын көтеру.
өздеріңіз білесіздер, көбінесе ауылда, оның ішінде май ауылы бізде мына географиялық, экономикалық тұрғыдан алсақ, бұл жаңағы тарихи мал өсірумен айналысады. Сондықтан да бұл жерде тұрып жатқан азаматтардың, тұрғындардың шаруа қожалықтары бар, соның қысқы мал азығын дайындау. Негізгі біздің мақсатымыз осында. Екінші, жаңа ол кісінің айтып жатқаны кімнің балансында болады дегенсе. Ол біздің коммуналдық шаруашылықтың балансында болады. Бірақ та оған енді қаражат көп қажет етеді. Өйткені оны күнделікті адам қою керек ол жерде, қарап отыратын оған. Екіншіден негізгі жаңа оны күзігіне алып көктемде қою керек. Оған да арнайы техникалар керек, үлкен көтеретін кран дейміз. Сондықтан да бүгін таңда мен осы күндер енді Баскөл ауылында азаматтармен бірге сол өрт сөндіруге қатысып жүрдім. Сонда азаматтардың арасында осыны сөз тастадым. Ұсыныс. Кім мынаны жаңа өзінің елдеріне ала алады? Доверительное управление дейміз ғой, сенімділікке алады. Біз беруге дайынбыз. Яғни сіздер бір ауылдың тұрғындарына бір нені қойсаңыздар, тарифті жолдан әрі бері өту. Бізге көп балықшылар келеді. Негізі өрттің көбі сол балықшылардан шығып жатады. Келет, демалат, үйтет, бүйтет, соңынан кейін мысалы өшірмейді. Өткен аптада мысалы жексенбі күні өрт болды бізде, Қазан ауылдық округінде. Нақты балықшылардан кеткен өрт. Балықшылардың неден. Шай қойып жатыр, содан өрт кетіп қалды. Сондықтан да бұл жерде мен ол кісілерге айттым, мысалы балықшыларға, шеттен келетін азаматтарға бір тариф қойсаңыздар, оның барлығы жиналып келгенде, жаңа адамды ұстауға, екіншіден сол мына қою, алу деген сияқты жұмыстарына кетеді деген сияқты. Енді мына кісі жаңа айтып отыр, көптеген жұмыстар, ана Ертіс бассейн инспекциясының қағаздар алу керек. Оның барлығы бізге алынған. Неге десеңіздер, мына көпірдің жобасын әзірлеген кезде біз барлық тиісті мемлекеттік органдар, содан біз жаңағы келісімдеме алынған. Сондықтан жері белгіленген, жаңағы көпір салған кезде осы арнайы мекемелерден ешқандай бізде проблема туындамайды. Өйткені олардың алдын ала келісім алған. Түсінікті. Тағы бір сауалды қабылдап үлгерсек, көрерменнен кеш жарық тікелей эфирдесіз. Сәлеметсіз. Тыңдап тұрмыз. Ассалаумағалейкум. Сәлеметсіздер. Ертіс телевидениесі Ағыбай бауырымыз. Мына сауал жақсы, сізге рахмет. Баскөл туралы шешілмеген түйін, Ертіс көпір салу, сол ана балықшылар келеді, охотниктар келеді, соған тыйым салу керек, дұрыс. Содан кейін енді мына Ағыбай бауырымызға мынау май елінің азаматтарының атына рахмет айтам, мына көлдің паромның мәселесін шешіп жатсыздар. Енді мынау көптеген жұмыс жасап жатсыз, қысқа мерзімде бәрін көріп жатырмыз. Мына ауданның рухани жаңғыруына. Сол жұмысыңызға жеміс тілеймін. Май ауданының азаматтары аман болсын. Рахмет сіздерге. Рахмет. Ағыбай Қойшыбайұлы, вот Майский район, это, конечно же, всегда прежде всего ассоциации с бывшим Симпатинским полигоном, потому что вы в непосредственной близости находитесь. И каждый раз на встрече люди поднимают вопросы о льготах. Вот как-то меняются эти льготы со временем? К сожалению, льготы не меняются. Не меняются льготы. Население поднимает этот вопрос. В этом году, в феврале месяце, приезжали к нам депутаты Мажилиса. Этот вопрос был задан им. Далее, 15 сентября, когда встреча была, тоже этот вопрос поднимался. Аким дал поручение конкретно внести предложение. Мы это предложение направили в Министерство социальной защиты. Так, и мы ждем, какое у них будет решение. К сожалению, конечно, я тоже поддерживаю. Во-первых, это значит, как сотрудник правоохранительных органов год считать за 1,5. У нас на сегодняшний день более 10 вакансий только в отделе полиции. Потому что наши ребята, сотрудники, уже 36-38 лет уходят на пенсию. Год за 1,5. Даже есть целенаправленно приходят, последний остается год, 2-3. Вот приходила ко мне одна сотрудница, просит жилье, обеспечить, пожалуйста, жильем, говорит, я с ребенком. Я говорю, вы на сколько приехали? Я буквально на полгода, говорит, я на пенсии выйду и пойду. Да, вот так. То есть, поэтому, конечно, у нас не хватает врачей. На сегодняшний день 6 врачей не хватает. Это значит старший, да, медперсонал. Уже не говоря о младших и о медсестрах, да. Поэтому, конечно, было бы хорошо, если вели бы такую, значит, социальную поддержку. То есть ввели, как раньше было в советское время, выслуга лет.
тоже для гражданских служащих. Выслуга лет на сегодняшний день только работает в отношении сотрудников правоохранительных органов. То есть мое мнение, да, это нужно поддержать. Но это уже, конечно, на уровне, значит, министерства, на уровне правительства, потому что нужно внести изменения в законодательство. Это вопрос часто поднимается у нас. Агыбай Койшубаевна, вы знаете, что у нас есть традиционная рубрика, да, «Акым Адисы». Вы в прошлом году помните, наверное, свое обещание? Давайте мы вам еще раз его покажем. Ну, я тогда сказал, что обычно я не обещаю, но тем не менее вы заставили меня обещать. Да, громко зачитайте. Так, уважаемый Агыбай Койшубаевич, вот сейчас зима, темнеет быстро, есть ученики, которые ходят во вторую смену. Помимо этого, на дополнительные кружки, секции, тренировки. Да и в целом для безопасности жителей просьба установить камеры видеонаблюдения хотя бы в районном центре, так как численность населения в селе Коктебе более 3000 человек. И в дальнейшем, если в планах, заняться этим вопросом полностью по району. Ну, это актуальная тема сейчас. Безопасность. Да, актуальная тема. Безопасность — это в первую очередь. Да, видеокамеры, они нужны. Тем более у нас часто случаются аварии, так как мы находимся, все населенные пункты практически находятся на республиканской трассе. Движение очень большое. Бывало и людей сбивали, и детей сбивали. Поэтому вообще в планах есть у нас поставить видеокамеры не просто, а именно современные видеокамеры. Да. Ну, в 2022 году будет камера установлена в самом Коктебе, и в дальнейшем вообще в планах есть у нас хотя бы охватить въезды в населенные пункты именно современными роботизированными камерами. Ну, мы знаем, что вы установили, слово свое сдержали. Мінекі осы камералар ойында? Осы камера, шында да бүгінгі таңда Коктебе ауылында 10 робот камералар құрылды. Оның барлығы жаңа аудандық полиция бөліміне шығарылған. Онымен қоса биылғы жылы біз Кентүбек, Саты және Баскөл ауылдарына құрдық осындай камера. Келесі жылы жаңаға бізде Майтүбек, сосын Малайсары ауылдарына құрамыз. Бұл қажет. Және қосымша біз мына Коктебенің ішіне қосымша тағы 6 камера қоямыз деп отырмыз. Бұл қажет нәрсе. Енді бұл жерде айтып кетейін, мына тамыз айында бізде бір қайғылы жағдай болды. Мына Ертістің жағасында кісі өлімі орын алды. Осы камера арқылы ертеңгісінде осы қылмысты ашты. Камераның көмегімен. Біз енді осы әкім уәдесі айдарын биылғы жылы да жалғастыруды жөн көрдік. Балалар жылы болғандықтан кейін аудан бүлдіршіндерінің де сізге қоятын сұрағы, өтініштері бар екен. Соған назар аударсақ. Мен Малайсары ауылының тұрғынымын. Есімім Мирас. Осы алаңда 70-тен асырып бала бос уақыттарын өткізеді. Бұл алаң ескіріп тұр. Сіздерден ойын алаңын жаңартуды сұраймыз. Мінекей, осындай өтініштері бар екен, Агыбай Койшубаева. Бұл жақсы, әрине жаңағы осы 15 шақты сұрақ қойылды, соның ішінде 2 бала сұрақ қойып жатыр. Ол жаңағы осы біздің ауданның өмір тынысымен танысып, соған атсалысып жатыр деп біз сондай сенімдеміз. Енді 2023 жылы бізде Малайсары, Майтүбек 2 ауылға ауыл ел бесігі бағдарламасы кіреді. Өздеріңіз білесіз, бұл бағдарламалардың қаржыландыру 3 көзден тұрады. Бұл республикалық бюджет, жергілікті бюджет және жергілікті қауымдастықтың, яғни азаматтардың өздерінің нелері демеушілік қаражаттарына салын. Енді аудан бюджетінен біз осындай жаңағы балалар алаңын салуға ақша бөлеміз. Вы обещаете? Мы опять вас как бы хотим услышать это слово. Год детей, раз такие наши будущее поколение поднимает такой вопрос, значит, я думаю, что это необходимо, и будем выделять деньги. Все, спасибо большое. Благодарим вас за насыщенный разговор. Завтра, 20 октября, к нам в студию придет Аким района Теренкөл. Присоединяйтесь к разговору. Сұхбатыңызға алғыс білдіреміз. Рахмет барлық көрермендерге, жерлестеріме үлкен рахметімді айтамын. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын, бірлесіп осылай жұмысымызды жүргізе берейік. Рахмет сіздерге. Айтқаныңыз келсін. Сау, саламат болайық, құрметті көрермен.